Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиевпен әңгімелесіп тұрған бұл адам Хабибулла Абдуқадыр, ұлты ұйғыр. Оның бірнеше елдің азаматтығын алған жайлы дерек бар. Абдуқадыр Қырғызстанның бұрынғы президенттерімен тығыз байланыста болған. Қазіргі басшысы Садыр Жапаровпен де жақсы қарым-қатынаста. Азаттық радиосының өзбек қызметі, жемқорлықпен ұйымдасқан қылмысты зерттеу орталығы, қазақстандық власть және қырғызстандық клуб басылымдары бірлесіп жасаған зерттеуде Хабибулла Абдуқадыр мен оның бауырларының Өзбекстан және Қырғызстандағы көлеңкелі бизнестер жайлы айтылады. Абдуқадыр біраз жыл бойы Қытайдан орталық Азияға тауар импорттаған. Зерттеу авторлары оларға жемқорлық кеден қызметкерлері көмектескенін айтады. Абдуқадырлар ірі көлемдегі Қытай тауарын Қырғызстан арқылы Өзбекстанға және басқа елдерге жеткізіп, $100 миллион тапқан әшкереленген. Контрабандадан тапқан миллиондаған долларға 2017 жылы Ташкенттегі Абу Сахи базарын сатып алған. Қазір бұл алып базар Абдуқадыр кланының орталық Азиядағы сауда желісінің басты орталығы. Базардан бөлек Абдуқадыр отбасы Өзбекстандағы бірқатар ірі құрылыс жобасына миллиондаған қаржы құйған. Журналистердің анықтауынша, Абдуқадырдың Өзбекстан билігімен байланысы бар. Зерттеушілер оның беделді серіктесі ретінде президент Мирзиевтің күйеу баласы мен президенттің қауіпсіздік қызметі басшысының орынбасарын атаған. Абдуқадыр кланын зерттеуді журналистер 2019 жылы бастаған. Сол жылы Қытайдан шыққан ұйғыр азаматы Айеркен Саймайти журналистермен байланысқа шығып, Абдуқадыр отбасына заңсыз ақшаны қалай шығарып бергенін, оған кім көмектескенін айтқан. Кейін Саймайтиді көп ұзамай Түркияда атып кетті. Оны кім өлтіргені әлі белгісіз. Қырғызстанда Абдуқадырмен байланыс анықталған бұрынғы кеден қызметкері Райымбек Матраимов мемлекетке бірнеше мүлкін өткізіп берген. Бірақ Хабибулла Абдуқадырға ешқандай іс қозғалған жоқ. Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстанда емен-еркін кәсібін жүргізіп отыр.